Адам көп жағдайда өзіне келетін несібенің жолын өзі жабады. Ауыздан шыққан әрбір сөз сіздің өз өміріңізге жасалатын программа. Ал біз сол программаны кішкентайымыздан дұрыс қоймаймыз. Мысалға, үйге қонақ келді. Сіздің балаңыздың қолына ақша ұстатты. Сіз бірден алма, ұят болады дейсіз. Ол қонақтан емес, жоғарыдан берілген ақша негізі. Сіз оны алғыңыз келсе де ұяласыз. Баламыздың өзі біреу ақша берсе рахмет дей салмайды. Жоқ, керек емес деп безілдеп тұрады. Яғни блок қояды. Немесе сізге біреу қымбат сыйлық жасады. Біз көбінесе жақсы затты өзімізге пайдаланбаймыз. Бірден басқа адамға сыйлап жібереміз. Немесе несіне әуре болдың, қымбат қой деп сөйлеп қаламыз. Яғни жоғарғы мұндай қымбат сыйлыққа мен лайықты емеспін деген сигнал жібереміз. Жақсы букет сыйласа, кімнің туған күні деп жанталасамыз. Босқа солып қалады ғой деп сыйлап жібереміз. Яғни одан кейін келетін қымбат букеттердің жолын жабамыз. Және бір адамдарға жақсы бір табыс табудың жолын айтып, бірнеше миллион табыс табуға болады десең, ой, маған 100 000 теңге жетеді деп күрсінеді ғой. Тағы да қате программа. Маған көп ақша жіберме Аллам деген сигнал төбемізде жанып тұр. Біреулермен баспана туралы сөйлесе қалсақ, бір жатақхана немесе бір бөлме үй алсақ жетеді деп қашқақтап шығады. Немесе сол жатақхананы алады да, себебі Алла тағала еш пендесінің сұрағанын бермей қоймаған. Сөйтіп балалы шағалы болса да сол жатақханада үбірлеп-шүбірлеп жүре береді. Кім кінәлі? Әрине, өзі кінәлі. Қымбат дүкеннің қасынан өтіп бара жатсақ, өліп кетсек кірмейміз, құрсын, удай қымбат. Ондай ақша қайдан болсын менде? Ақшам болса да мұндай кимеймін деп шалқайып шыға келеміз. Дәл осы жерде тартылыс заңының бетін қайтарамыз. Мен қымбат киінуге лайық емеспін деген сигнал. Алла тағалаға айтып тұрғанымызды ұқпаймыз. Яғни сондай қымбат киіну бұйырмаған күйі өмірден өтіп кете береміз. Біреудің қымбат тонын немесе бриллиантын ұстап көруге қорқамыз. Тіпті киіп көріп жатсақ та тыныш тұрмай, бізге мұндай кию қайда деп қақсап тұрамыз ғой. Адам не айтса, не жасаса, соны тартады. Кез келген ұнаған затты өзімдікі деп қабылдап үйреніңіз.